Сәлем достар, бүгін сіздерге өте дәмді, адамға сіңімді тағамның түрі голубциді көрсеткім келіп тұр. Менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Міне, өздеріңіз көріп тұрғандай, 700 грамм фаршыма 3 пиязды ұсақтап турадым. Үстіне тозымды, қара бұрышымды, азғана паприкамды салдым. Үстіне 100 грамм күрішімді қайнаған суға жібітіп бұқтырып қойдым да, солай салдым. Міне, осылай барлығын араластырамыз. Қыздар, міне мен бір керемет ұсыныс айтқым келіп тұр осы жерде. Мен мысалы укроп, петрушка, кинза үшеуін мясорубкіден өткізіп, осылай қылып қосып жібердім да. Енді дәмі өте керемет шықты. Сіздерге де осылай істеулеріңізге кеңес беремін. Тазаланған болгар перецімізге осылай бір саусақ сиятындай қылып, ішін толтырып саламыз. Дайын салмаларымызды. Қазанымызға осылай жақсылап жинап алғаннан соң, үстіне қайнаған суымызды құямыз. Құйып болып, үстіне картобымызды салып, астының отын жағып, бетін жауып қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Азғана майға бір пияз, бір сәбізді чөркіден өткізіп, жақсылап қуырамыз. Үстіне бір қасық тұз саламыз. Осылай қуырылған морков пиязымызға бір помидорды турап салып қуырамыз. Дайын болған тұздығымызды сорпамызға саламыз. Қыздар, басында қуырып алмады ма деп ойлап қалмаңыздар. Егер біз басында қуырсақ, ол біздің голубциміздің астында қалып кетеді, картобымызда, тұздығымызда. Біз құйған кезде голубциді былай-былай араластырмау үшін осылай бөлек ыдысқа қуырып салған дұрыс. Сол кезде бетінде барлық затымыз тұрады. Біз самаққа құйған кезімізде голубцимізда, картобымызда, тұздығымызда барлығы бет жағында тұрады. Біз араластырып, голубциді жарып тастамаймыз. Міне дайын болған голубциміз. Аскөкті да осылай әдемілеп турап, бетіне сеуіп қойсаңыздар, қандай көз тартарлық дәмді тағам. Не осылай дайындаңыздар, достар. Керемет ас болсын. Етке, сорпа, бетке дейді ғой. Астарыңыз дәмді болсын. Асымыз көп болсын. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.